Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтер бойынша арнайы оқытулар. Дәл осы тақырыпта апта ішінде мемлекеттік мекеме мамандарының қатысуымен семинар ұйымдастырылды. Мұндағы басты мақсат мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа мүмкіндіктерін түсіндіру және қызмет көрсетудің сапасын арттыру үшін нақты ұсыныстар әзірлеу болса керек. Бүгінде мемлекеттік қызмет көрсету саласы жаңа тұжырымдамалық деңгейге көшуді бастады. Қызмет көрсетуді жеңілдету мақсатында бір өтініш негізінде композиттік түрде ұсынылатын қызметтер тізімі кеңейтілуде. Жеке мемлекеттік қызметтер бойынша қызмет алушының жеке өтінішінің қажеттілігі жойылады деп атап өтті Ақмола облысы әкім аппараты мемлекеттік қызметтерді ұсынуды талдау бөлімінің басшысы Данагүл Жұмабек. Спикердің айтуынша, цифрландыру мемлекеттік органдардың халықпен өзара іс-қимылының жаңа форматтарын дамытуға үлес қосады. Мысалы, рәсімдерді жеңілдету үшін МГОВ мобильдік қосымшасы негізінде Telegram-бот арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сервисі іске қосылды. Арнайы жүздесуге Ақмола облыстық халыққа қызмет көрсету орталығы директорының орынбасары Нұрбек Қайыржанов арнайы қатысып, өз ойларын ортаға салды. Кездесу барысында мемлекеттік қызметшілер тарапынан туындаған мәселелерге байланысты бірқатар сауалдар жолданып, баяндамашы тарапынан тиісті жауаптар да ұсынылды. Айта кетерлігі, дәл осындай оқыту семинарлары халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы болуын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылып, алдағы уақытта Ақмола облысының өзге де аумақтарын қамтиды деп күтілуде.